26 қара сөзі. Осы жалпы қарап тұрсаң, біздің осы қазақ қуанбайтын нәрсеге қуанатын сияқты. Оның бірі надан. Мысалы, жүйрік аттар бәйгеге түскенде, біздің осы қазақтың жүйрік аты 2 аттан қалып кетсе, соған да әйтеуір шүкірлік, әйтеуір 2 аттан да неғып 3-ші орын алып жатыр деп соған қуанады. Бұл не? Сонда бұл біздің қазақтың ақымақтығы ма? Әйтеуір барлықтары қуанбайтын нәрсеге қуанады. Тағда мысалы, біреудің жеңісіне қуанады. Мысалы, балуандар шайқасқанда, осы біздің қазақ жеңсе, әйтеуір керемет дегендей осындай мақтау сөздер айтады. Сонда бұл не? Ол өзінің інісі немесе баласы жеңді ма? Ол өзінің біреу туысқаны ма? Не үшін қуанып жатыр? Ол өзінің туысқаны болмаса, баласы болмаса, немесе досы болмаса, несіне қуанып жатыр? Бұның бәрінің бір жауабы бар. Себебі басқа елдерді әдейі ызаландырмақ болып жатыр. Бұл ызаландырмақ шариғатта харам, ал осы шаруада залал, ал ақылға қиянат болып есептеледі. Енді біз осы қазақтар үнемі біреуді ызаландырып, бір қадам алдан жүргенді қатты ұнатамыз. Неге? Себебі біз адамдар осындай қазақтар ақымақпыз. Біреудің жеңісіне қуанып, өтірік қуанып, сырттай қуанып, іштей наны ызаландырып жатырмын деп ойласа, адам өзінің не айтып жатыр, не істеп жатыр, қандай көңіл күйде, оның бәрін ұмытып, әйтеуір бар ойы ананы ызаландыру болады. Осылайдан мынау ызаланып, іші күйіп отқан шығар деп әйтеуір ішімізден анаған қарап естіп отырамыз да, бірақ сырттай керемет деп осылайдан күліп отырамыз. Негізі надан ел қуанбайтын нәрсеге қуанады. Жалпы осылайдан қуанбайтын нәрсеге қуанып, әйтеуір қуып жүреді. Сонда бұл біздің қазақтың надан халқы ма?